Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Бүгін біз дүниежүзі тарихы пәнінен этникалық және әлеуметтік процестер бөліміндегі антропогенез және этногенез бөлімшесіндегі әлемнің этникалық картасы өткен заманда және қазіргі уақытта тақырыбындағы сабағымызды бастаймыз. Оқу мақсаты: әлем картасын пайдалана отырып, әртүрлі тарихи кезеңдердегі этникалық процестерді түсіндіру. Әлемнің этникалық картасы дегеніміз не? Әлемнің этникалық картасы этникалық топтардың орналасу картасы болып табылады. Әрбір ұлы дәуір кезеңінде бұл карта әртүрлі сипат ала отырып, сол кезде болған этникалық үдерістерді, этникалық топтардың пайда болуы мен жойылып кетуін, кейбіреулердің ыдырауын және басқаларды біріктіруін көрсетеді. Ежелгі этникалық картаны қалпына келтіру, этникалық аумақты анықтау және көші-қон жолдарын жүргізу тарихшы үшін қызықты міндеттердің бірі болып табылады. Этникалық картаны қалпына келтіруге жазбаша дерек көздері және қосымша тарихи пәндер көмектеседі. Екі тілдік семьялар қалай қалыптасты? Лингвистердің мәліметтерінен тілдік семьялық қалыптасулар неолитте басталғанын және қола дәуіріне дейін жалғасқанын білуге болады. Ол неолиттік революциямен байланысты болды. Оған мал шаруашылығының пайда болуымен тайпалардың көші-қонының артуы себеп болды. Ең алғашқы болып Ойкөмендер маңында өмір сүріп жатқан қазіргі шағын халықтар сөйлеп жүрген тіл пайда болуы мүмкін. Бұл тілдер алуан түрлі, оларды жіктеу қиынға соғады. Әлемнің адамдар мекендеген аймақтарының орталық аудандарында ірі тілдік семьялар қалыптасты. 4-ші мыңжылдықта таяу шығыс пен солтүстік Африкада афразиялық тілдер таралуы тарихта орасан рөл атқарады. Африкада афразиялықтардың көршілері Нигер-Конго тілдерінде сөйлейтін халықтар болды. Олар біртіндеп оңтүстік Африкаға тарады. Солтүстік афразиялық тілдер Кавказ тілдерін қалыптастыра бастады. Үнді-европалық семьялардың тілдері шамамен 6000 жыл бұрын өмір сүрген. Ең кең тараған гипотезаға сәйкес, үнді-европалық тілдердің негізгі тамыры солтүстік Қара теңіз аймағының далалары мен орман далалары болып табылады. Бұл тілдер біздің заманымыздан бұрынғы 3-2 мыңжылдықта бүкіл Европа бойынша таралды. Даламен шығысқа қарай жылжыған Үнді-Иран халқы осы аймақты мекендеп, кейіннен оңтүстікке бет алып, Орта Азияға қоныстанады. Біздің заманымыздан бұрынғы 1 мыңжылдықта олар ирандықтар және үнді-ариліктер болып бөлінеді. Шығыс Европада ежелгі үнді-европалықтар, ең алғашқысы үнді-ирандықтар, біздің заманымыздан бұрынғы 3-2 мыңжылдықта орал тілдері, фин-угырлар және самади тайпаларымен байланысқа түскен. Оның қалыптасуы Батыс Сібірде басталды. Осы жерден фин-угыр тілдерінің тасымалдаушылары Шығыс Европа жазығының солтүстігіне және Балтық теңізіне тарады. Фин-угырлықтардың оңтүстік және оңтүстік шығыс көршілері Орталық Азияда қалыптасқан Алтай халқы болды.
Алтай тілдеріне түркі моңғол, тұңғыс манжур және жапон корей тілдері кіреді. Алтай көне тілдерінің ыдырауы шамамен біздің заманымыздан бұрынғы 5-ші мыңжылдықта болды. Далалы және жартылай шөл далаларында қоныстанған ауыл шаруашылығы мемлекеттері мен ежелгі өркениеттердің көршілері солтүстік Африка мен оңтүстік Батыс Азияда семит хамит тілдерін сөйлеген Ливия, Кушит, еврей және ежелгі араб тайпаларына жататын көшпелі малшылардың тайпалары болды. Үндістанда біздің заманымыздан бұрынғы 1-ші мыңжылдықта және біздің дәуіріміздің алғашқы ғасырларында дравидтер, мундалар және үндарейлер арасында тығыз қарым-қатынас жүріп жатты. Бұрынғы Рим империясының кейбір провинцияларында романдық нәсілді халықтың варварлық тайпалары, әсіресе германдықтармен араласуы нәтижесінде романдық этнос қалыптасты. Мысалы, француздардың этногенесіне кельттер, үнді европалыққа дейінгі жергілікті халық, римдіктер, сонымен қоса франктар бастаған герман тайпалары қатысты. Ал ежелгі француз тілінде сөйлейтін аз санды галл-римдіктер өз тілдерін франктар мен өзге де германдықтарға енгізіп кетті. Испандықтардың этногенесінде иберлер, римдіктер, герман тайпалары, вестготтар және свевтар, ең соңында арабтардың да қатысы бар. Тілдердің туыстығы, өзара жақындық дәрежесі әртүрлі. Сондықтан туыстас тілдердің кейбіреулері бір-бірімен өте жақын болуы мүмкін. Кейбіреулері алшағырақ болуы мүмкін. Мысалы, бір ғана үнді Европа тілдер семьясына жататын тілдердің бәрі де туыстас тілдер. Алайда бұлардың бір-біріне жақындық дәрежесі біркелкі емес. Сондықтан да үнді Европа тілдер семьясы өз ішінде келесі топтарға бөлінеді. Славян тілдері, роман тілдері, герман тілдері, Индия тілдері және Иран тілдері. Осы топтардың әрқайсысына енетін тілдердің де өзара жақындық дәрежесі әртүрлі болады. Мысалы, бір ғана славян тобына жататын орыс тілі мен чех тілінің жақындық, ұқсастық жақтары орыс, украин, белорус тілдерінің өзара жақындық, ұқсастық жақтарына қарағанда әлде қайда алшағырақ. Бұрынғы Рим империясының кейбір провинцияларында романдық нәсілді халықтың барбарлар тайпаларымен, әсіресе германдықтармен араласуы нәтижесінде романдық этнос қалыптасты. Этнос этникалық қауымдастық бір халықты екіншісінен ажыратуға мүмкіндік беретін ортақ белгілері бар қауымдастық. Берілген тарихи ақпараттың хронологиялық уақытын табыңыз. Ендеше оқушылар, өз жауаптарыңызды дұрыс жауаптармен сәйкестендіреміз. Сіздерді тапсырманы дұрыс орындады деп ойлаймын. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар.